нужно кемне подойти. Сіз қазақша айтыңызшы өтініш, орыс тілдісіз бе, қазақ тілдісіз бе? Орыс тілді болсаңыз, толыққанды орысша сөйлесек. Сол водоканалға сіздер айтпайсыздар ма, мынаны да істеп кет. Қалалықтардың мүддесі үшін келдіңіз бе, әлде өзіңіздің бе, әлде округыңыздың ба? Асфальт төсейін деп жатыр, астында бәрі мұз. Неге 7 ай күттіңіздер? Жұмыс істеп жатсыз ба, жалақы алып жатсыз ба? Жалақы. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Естеріңізде болса, 14 мамыр күні Кентау қаласындағы Болашақ ықшамауданында жолда жөндеу жұмыстары жүргізіліпті, жер асты құбырлар ауысыпты. Сол былтыр 2024-тің қараша айында жүргізілген екен жұмыстар деген болатынмын. Сол 2025-тің қазір мамыр айы, 7 ай бойы ешқандай қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмеген. Сол жолдар ойық шұңқыр болып жатқан салдарынан тұрғындардың, жүргізушілердің өмірлеріне қауіп төніп тұр. Өйткені шұңқырларды айналып өтем деп басқа қарама-қарсы бағыттағы жүргізушілер басқа жолға түсіп, жаңағыдай жаяу жүрушілердің, жүргізушілердің өміріне қауіп төніп тұр. Жаңағы әкімдік өз жұмысын толыққанды атқармағандықтан деген болатынмын. Араға бір күн салып, 16 мамыр күні Кентау қаласының мәслихат депутаты төрағасының міндетін атқарушы Жабанов Бауыржан және де басқа депутаттар, Кентау қаласының әкімі Жандос Тасов жаңағы Болашақ ықшамауданына барып жиын өткізіпті, я қалпына келтіреміз деп. Жаңағы видео шыққаннан кейін бір күн араға салып, енді мен бүгін жаңағы Бауыржан Жабановқа барам ғой, егер сіздер сол ықшамауданда тұра 7 ай бойы соны көрмей жүріп, видео шыққаннан кейін ғана іс-әрекетке көше бастасаңыздар, мен қала үшін, тұрғындар үшін, елім үшін тегін осындай функцияны қызметті атқара берейін. Сіздер көрмей, естімей жүрген кем-кетістікті мен сіздерге көрсетіп тұрайын деп барсам, мен сен танымайым, сенің видеоңды да көрмегенмін, оның бастамасын өзім бастап отырмын дейді. Ең күшті қорғаныс шабуыл дейді ғой, сол шабуылға көшіп, жаңағыдай сен провокация ұйымдастыруға келіп отырсың, не дейді, орысша әртүрлі сөздерді пайдаланып, заковыристый сұрақтар қойып отырсың дейді. Мен қалай бар? Ештеңені бұқпасыз, жаппай ашық, тікелей сұрақтар қойып отырмын да, ұсыныс айтып отырмын былай айтқанда. Ал мен жаңағыдай арандат ұйымдастырып отырсын, бәле іздеп келіп отырсын дейді. Сіздер көрмегендіңіздер ғой, 7 ай бойы дәл сол көшенің бойында өмір сүресіз, үйіңіз бар, ары-бері көлікпен жүресіз, ыңғайсыздық келтірмеді ма? Осыған дейін не үшін осы тақырып көтерілмеді? Мен сіздерге жәрдемдесіп отырайын деп барып тұрсам, маған солай шабуылдап отыр. Күнәлі болсын, құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Бүгін Кентау қаласының мәслихатының төрағасы міндетін атқарушы, өзіңізді атап өтсеңіз. Бауыржан Жабанов. Келіп отырмыз, иә. Біздің келіп отқан себебіміз, сіздер қаланың әкімі Жандос Тасов және мәслихаттың мүшелерімен, яғни депутаттармен бірге 16 күні Болашақ ықшамауданына барыпсыздар, иә? Қалыпты не? Кездесу планомерный ғой бізде. Планомерный. Қашан жоспарланып еді ол? Бізде ол заранее бір апта бұрын жасаймыз біз. Халықпен кездесу күндерімізді. Аха, соны көрсетіп бересіз бе өтініш? Иә. Кімдерге айтады қазір? Иә, айтасыңыз. Біз оған дейін тағы да сұрақ. Не ойлағанымыз? Сен, ана біздегі график бар еді ғой, халықпен кездесу. Соны беріңізші. Бізде бұл жерде мынандай болсын, мен сізге айтып түсіндірейін. Чтобы жиналыс жасау үшін біз бір апта бұрын оны акиматқа хабар береміз, чтобы мекеме басшылары, басқа да мекемелер сол жиналысқа қатысу үшін. Иә, графиктерін соны келтіреді дейсіз ғой. Біздегі график бар. Согласно графика жұмыс істеп отырмыз ғой, халықпен кездесу. Біз анау әкімге хатпен шыққандарды білгісі келіп отыру, бұл кісілер ше. Қай күн шыққандарыңызды? Болашақтың хатыңыз. Так, мына қараң. Сіз қашан бардыңыз? 14. 14-і. Мынау біз өзіміз серік. Оны бересіз ба? Жоқ, мені қазір. Изначально бізде мынандай өзіміздің халықпен кездесу графигіміз бар. 16-сы жаңағыда бізде. Түсіндім ғой. Иә. Мынау жаңағыда мен өзім 49-шы кварталға 20-сы өткен. Жақсы, сіз алдын ала жіберген хаттаманы көрсетем дедіңіз ғой.
кімге әкімге хатпен шыққан еді ғой то что жаңағыда бізге осындай не қыламыз. болашақта қаптамас. жоқ бұл по жаңағыда шешім табу жұмыстары ғой, протокол поручение дұрыс па, ана не деп запроспен біз то что біз осындай жерге жиналыс жасаймыз неге шыққан едік қой хатпен акиматқа. Міне Болады ғой, бір апта бұрын дедіңіз видеоның басында, мына жерде 14 мамыр деп тұр. Бір апта бұрын көріп тұрған жоқпыз, сол видеодан кейін болып тұр ғой енді бұл. жоқ, не сіздің видеоңыз қашан шықты? 14 видео шықты. Не дейсіз сен? Мына 14 шығып тұр, сіз бір апта бұрын. Бүгін жоқ, мен өзі адамның Жақсы. жұмысын істедім. Өкінішке орай, жақсы қадамға бардыңыздар дейін деп едім. Сіз өзіңіз болашақ ықшамауданында тұрасыз өзіңіз? Нақты адресіңізді айтпай ақ қойын, бірақ үлкен көшені атасам бола ма? Иә, нақты адресіңізді айтпай ақ қойын. Сіздің үй жағыңыз, үйіңізді көрсетпей ақ қойын, нақты мынау деп. Үй жағыңызда жолда шұрық тесіктер тұрды, жаңағы қазылып кеткеннен бөлек. Ең болмағанда соны жасатпадыңыздар ма деймін да? Енді мен сізге айтып отырмын ғой, согласно графика келеді, сол кезде істейміз оны. Мына жерде жаңағы отырып қалған асфальт. Міне. Сіздер жаңа біздің мына жұмысқа келіп кете аласыз ба? Әлде барайық па, қалай ыңғайлы екен ол кісіге? Сіздер жаққа барайық па? Сояқтасыздар ма? Болды. Болды. Б2 деген дүкеннің алдындағы шұңқырмен таныссыз ба? Ол жыл сайын қаншама. Мына асфальттың астыңғысы қырылмай, битум жағылмай, құйылмай кеткеннен сапасыз жұмыс жасалғаннан осының салдар осындай болып жатыр. Неше мәрте ол жөнделді білесіз ба? Ол жылына 2 рет па? Ол водоканал Жоқ, сіз судыкін айтып тұрсыз, мен мына жердегі асфальттікін айтып тұрмын. Мен сіздің айтып атқан жеріңіз мына жер. Көріп тұрмыз, кесіп кеткен дұрыс па? Кесіп кеткен ғой. Судыкін айтып атсыз ғой, сіз водоканал ашсай судыкі. Мені кесіп кеткен отырғаны сіз айтып атқаныңыз мені. Түсінбедім. Сіз сонда не айтып, әрбір шұңқырдың менен спрос жасағыңыз келіп тұр ма? Әрбір шұңқыр емес, жол бөлімін осы жаққа шақырып бірге әңгіме құрайық деп кетіп жүрміз. Сіз жаңа мәселені сол жаққа барып ұланнан да сұрайық, қашан хабардар екен? Қашаннан бастап? Өздеріңіз естігендей, жаңа мәслихат депутатының төрағасы міндетін атқарушы бір апта бұрын әкімді хабардар еттік, содан кейін бәріміз жиналып бардық дейді, бірақ өздерінің қаптамасында 14 күн, яғни бейнеролик шыққаннан кейін ғана қозғалған, оған дейін оны көрмегендей түр жасаған, қарашадан бері 7 ай өткен, ол былтырдағы жұмыс, соны өздері көрмей жүрген екен. Мен көздерін ашқаныма рахмет демей, біз сіз көргенде жоқ, біз өзіміз солай жасадық дейді. Қазір орнына барайық. Ассалаумағалейкум. Аудио және бейне жазым жүруде. Жануар Рахматуллачин. Таныстырып өтсеңіз? Есімім Жануар Олан. Кімсіз? Жол бөлім басшысы, Кедауал. Жақсы. Так, сізден сұрақ. Бізде нормативтер бар, заң. Ені 5 сантиметр, ені тереңдігі 5 сантиметр, ұзындығы? Талшынасы 5 сантиметр. Иә, қалыңдағы 15 сантиметр. Солар 15 сантиметр болатын болса, ұзындығы да? ширинасы. Иә, қазақша. Сол жолдар қанша уақыттың ішінде қалпына келтірілу керек? Қанша уақыттың ішінде? Иә. Қанша уақыттың ішінде қалпына келтірілуі нақты енді ол көлеміне байланысты ғой. Мен сізге айттым ғой, кемінде. Мен сізге айтып тұрмын ғой, көлемін айтып тұрмын ғой, норматив бар, соны білесіз ба? Сіз айтыңызшы, қанша уақытта қалпына келтірілу керек? Адами фактор ғой, ұмытып қалыппын, есімнен шығып кетіпті, қайталап жібересіз ба, есіме түсіресіз бе деп мойындаудың орнына өзіңіздің айтыңызшы деп бірден шабуылға кетіп тұр ғой. Осындай біздің шенділер. Мен ол сұрақты білген соң қойып тұрған жоқпын ба? Соның маманнан, аузынан естейін деп. Сіз мамансыз ба? Жоқ, сіз айтсаңызшы, енді соны тыңдайын да естейін. Айтсаңызшы. Көшенің маңыздылығына байланысты. Жоқ, жалпы сұрақ қойып тұрмын. Бірінші сіздің мына көше бойынша қойып отырсыз ба, или жалпы сұрақ қойып тұрмын демен, қала бойынша. Оған
маманысыз, иә? Осынан жеп отырсыз. Иә? Я емес па? жұмыс жасаймын осы жерде. Тегін жұмыс істеп жатсыз ба, жалақы алып жатсыз ба? Жалақы алып жатсыз. Енді сұрақ. Мына кісі норматив бойынша өзінің СНИП дейді ғой, құрылыс нормалары және ережелерін білмей тұр. Сіз маман емеспін, білмеймін дедіңіз, иә? Маманына келіп тұрмыз. Маманы білмей тұр. Осы кісінің жұмысқа лайықты, лайықсыз екендігі қандай баға бере аласыз? Жақсы баға беремін. Жақсы баға ма? Жұмыстарын істеп жатыр қазіргі таңда. Қарапайым элементар сұраққа жауап бере алмай тұр ғой. Енді сіздер обязательно бір заковыристі бір сұрақтармен, Қалай заковыристі? өздерін істеп жатқан адамдар ғой бұлар. Қараңызшы, Нұртауда трансформатор зауытта үй берді ғой. Садиктің артында, білесіз ғой, 6 қабатты, шатырында да. Сол жақта желтоқсанның 12-сі күні асфальт салынған. Мынау қараша күні қазылды, иә? Неге 7 ай күттіңіздер? Қараша айында жер асты су құбырларын ауыстырған ғой, асфальтты қалпына келтірмей кетіп қалған. 7 ай бойы менің видеом шыққанға дейін не күттіңдер десем, жердің отырған күттік, қолайлы ауа райын күттік дейді. Бұлар бюджетті игеру керек кезінде, өздеріне керек кезде, шұғыл тақалған кезде ауа райына да басқасына да қарамай асфальт сала береді, кәсіпкер боласыздар. Желтоқсан айында асфальт салына ма, салынбай ма? Асфальт бізді қыс ауасында салынады. Кентау қаласында Төле би 86, 92, 90-ның қасынан жол сабатыр дворға. Бәрі ақ қар, көк мұз. Мына асфальт төсейін деп жатыр. Астында бәрі мұз. Қазір асфальт төсейді. B2 магазин алдына барамыз ба? Алейкум ассалам. Амансыздар. Бара аламыз ба? Bir сұрақ қойға бола ма? Қойыңыз. Бейне және аудио жазып жүруде екенін ұмытпаңыздар. Тірліктеріне рахмет, мақұл, жақсы да. Аха. Бірақ ана бұрынғы ескі тұрмалардың әр тесілген сайын мынандай қазғанда мына тротуарлар бұл. Иә. Ондай әр үйдің 30 метрдік 3-4 үйден бар. Соларды Мына тротуар, иә? Олар қаламас сол күйінше. Бұл жерде былай, қайта қалпына келтіруін айтып кетейін қазір да. Тротуар түсіндіңіз ғой, жалпы иә, мына жердегі шөп шығып кеткен. Түсіндім. Бұл мәселе түсінікті. Бізде бұны енді қазып, жаңағыдай жұмыс жасайтын, ремонтын бәрін жасайтын Ащысай су мекемесі ғой, өздеріңіз білесіздер ғой. Сол мекеме бұлардың бәрін қайта қалпына келтіру керек. Өздерінің тарапынан. Кім мысалы көшені қазады, қандай себептермен қазады, сол мекеме немесе сол адам, тұлға сол жерін қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу керек. Біз енді көшеде, біздікі енді автомобиль жолдары болғаннан кейін көшеде енді мынандай қазба жұмыстары емес, басқа да мысалы срогы өтіп, сөйтіп асфальттар бұзылады, біз сондай жерлерді бастан кетеміз. Енді мына жерді спонсорский емес істегеннен кейін осы жерді жасап берейік деп отырмыз бастан кетеміз. Мынаны қысқаша айтқанда мен жауапты емеспін, бұны бағланға Ащысай суға жолда деп тұр ғой. Оны сіздер айтпайсыздар, біз өзіміз айтуымыз керек па? Сіз мүмкіндігіңіз бар ма хабарлауға? Мына депутат тұр ғой, соған айтсаңыздаршы. Мен хабарлап айтамын. Мына бергісі. Қазір Танисыздар ма? Бауыржан ма? Неге осы кісіге айтпайсыздар, көршілеріңіз емес пе? Камалбек деген Бердімбаевтың Жо, тыңдасаңызшы, сіз әр округа дейді. Сіз кішкентай бір тылақтай қаланы бөлмесеңізші, бір қалаға сіз осы өзіңіздің округіңізге ғана қызмет етуге келдіңіз ба, әлде қалаға ма? Қалалықтардың мүддесі үшін келдіңіз ба, әлде өзіңіздің ба, әлде округыңыздың ба? Бұл жерде бізде қалада 12 депутат бар. Сосын 12 депутаттың бүкіл жұмысын мен ол жерге мойныма аламын деп алған жоқпыз. Әрқайсысы өзінің округымен согласно. Бірақ қаламыздың өзінің түйткілі нәрсесі. Сіз қазір мынаяқтағы айтып жатқан нәрсеңізге бұл жерде өзінің жауапты адамдары бар ғой. тұрғындар келіп тұр, сіз соны қолыңызға алып бағланға хабарлай аласыз ба, жасата аласыз ба деген сұрақ болып тұр ғой бұл жерде. Сондай ма аға? Енді кім істейді болады деп Водоканал істейді ғой, болды айтылады ғой. Водоканал өмір бақи отырып істемепті да ол. Жоқ, енді мына қазіргі мына жаңағы жасалып жатқан нелері, трубалардың несіне, ол водоканалдың өзіне айтылады ғой. Жоқ, енді сол водоканалға сіздер айтпайсыздар ма, мынаны да істеп кетіп? Енді неге бұл жерге жауапты Камалбек деп жатсыз? Айта беріңіздер, тыңдап тұрмын деп жазып алсаңыз болады ғой. Мұнан негізі суды бұрынғы ескі линияның несі қазылғанда осы жерде. Бұрынғы құбыр тротуардың астымен жүрген. Иә. Қазып жөндегенде соны қалпына келтірмей кетіп қалған. Мына менің үйімнің несі 30 метрден 5-6 жерінен қазылғанда бұрынғы тротуары.
ана гараждың алды, мына воротаның алды бәр жерден. Енді ана гараждың алдын, воротаның алдын өзіміз бетондап қойдық енді. Шамалы. Мына жерлер, өз күштеріңізбен ба? мына жерлер енді лаж болса істеліп кетсе дейміз ғой, мына үйіміздің маңайы жақсы болып Мемлекеттік мекеме келіп қазып шұңқырлап кетті, өзіміз соны қалпына келтіріп жатырмыз дейсіз ғой? Жоқ, біз енді өзіміздің ана кіреберіс жеріміз гаражға Иә. кіретін мынау Соны қалпына келтірдік. оны келтіріп қойдық Иә. бетондап мен өзім. Енді жауаптысыз ба сіз бұған? Енді жасталып кетсе әдемі болады дегеніміз ғой енді біз. Осыны септігіңіз тигізе аласыз ба, әлде сіз мен округым емес деп кетіп қаласыз ба? Енді неге жаңа мен округым емес деп Бұл жатсыз? жердегі больной проблемалар мен білмеймін бұл жердің темасын. Соны түсініп алыңыз. Жо, сіз бүкіл қалаға сайланғансыз, округқа емес. Соны ұмытпаңыз. Сізге дауыс берушілер, қараңыз, парламентке кететін адамдар, оларға Алматының 2 ауданы ғана дауыс берген. Ол парламентте, Астанада, республиканың дәрежесінде отыр да қазір. Ол айтпайды ғой, мен Алматының ішіндегі 8 ауданның 2-іне ғана жауаптымын деп. Сіз неге олай айтып жатсыз? Одно с другим не путайте. Сіз қазақша айтыңызшы, өтініш, орыс тілдісіз бе, қазақ тілдісіз бе? Орыс тілді болсаңыз, толыққанды орысша сөйлесек. Жамболандай агрессивный не жасамайық. Агрессивный емес, жауабын естідіңіз бе оны? Сіздің тірлігіңіз бәрі қазір провокацияға тартып, осы жердегі бір неге алып келу ма мақсат? Неге алып Қандай? келу? Не мақсатпен келіп бұл сұрақтарды Тыңдаңыз. қойып отырсыз? Аппарат басшысы келіңізші. Қазір бұл жерде бір ақ нәрсе бар. Жол салынып жатыр, Құдайға шүкір, дұрыс па? Осы мына жаңағы Құдайға шүкір дей ма? Қазіргі таңда жаңағыда трубалары, жаңағы аварийный трубалардың бәрі ремонтталды, ауыстырылды. Ауысқаннан кейін Басқа нәрсе айтып тұр ғой сізге. Қазір енді асфальт басып беріп жатқанға соған үшін не бұяқта мақсат сізде? Тротуар деп қосымша айтып тұр ғой тұрғын. Сіз соған болды мен ашсай суға хабарлаймын деудің орнына, бұл менің округым емес қой дейді. Мырза, тұрғындардың тарапынан айтылған сөз Орынды ма? орынды. Оның бәрін тиісті мекемеге Енді қараңыз, мына маслихат депутаты провокация жасайын деп жатса дейді. Мен провокация жасау үшін алдымен іс-әрекеттерім, тыңдаңыз, бір топ адам жинау керекпін, бір айқай-шу шығарғым келсе. Мен сіздерге алдарыңызға жалғыз келдім, дұрыс па? Жалғыз тұр, мен ешкім шақырған жоқпын. Сонда мен қалай провокация ұйымдастырамын сіздің ойыңызша? Не провокация ол? Мінекей біздің шенділердің, лауазымдылардың, халық қалаулы жұмыстардың шынайы бет-келбеті. Әрбір айтқан сөздердің екіншісі шындыққа жанаспайды. Біз олардың өтіріктеріне құлақ аспаған соң, тығырыққа тақалған соң, кінәсін мойындап дұрысталам деудің орнына ең жақсы қорғаныс шабуыл деген ұстаным ұстап, шабуылдап бәле жауып тұр. Қолыма бір телефонды алып, онлайн куәгер ретінде халқыммен бірге барып, қаланың мәселесін, елдің мәселесін бірге көтерейік дегенім үшін провокатор атап тұр мені. Солай мәселе. Жүресіз ба Төле би көшесіне? Жүріңіз. Рахмет аға, тағы да қосарыңыз бар ма? Аппарат әкімі уәде беріп жатыр ғой, енді жаңағы қадағалап водоканал ештеңе істемейді, оны білеміз. Водоканалды. Маслихаттан келіп отыр, бұл маслихат депутаты, мен аппарат басшысы маслихатта. Айтылған ұсынысыңыз Ащы су мекемесіне жеткізіледі. Жолданады ғой. Жоқ, негізінде ол водоканалдың қолынан ештеңе келмейді. Ояққа ақша бөліну керек. Оның бәрі айналып келгенде осы акиматқа келіп тіреледі да. Осы судың өзін, мысалы үшін де осы судың өзін қанша мына көше полный су болып жатқанын да білеміз. Бәрін айттық қой. Зорға дегенде әйтеуір 4 жыл дегенде зорға ауыстырды. Енді әйтеуір қалған жағы да түгелденсе деп отырмыз енді. Естідік қой, бұл естідік. Қазір келдік мына дүкендердің алдына. Мына жерде көріп тұрғанымыздай мына менің түсінуімше кесіп кеткен жер мына Ашсай суға тесілді. Дұрыс па? Мына жерде құбырма өткен, солардың тесілгеннен кейін соны Ашсай су жүргізген ба? Мына жөндеу жұмысын өздеріңіз бе? Аварийный жұмыс. Иә. Жақсы. Бұған енді сізге қатысты бұл бойынша сізге сұрақ жоқ. Ал мынау бойынша ше, мен қазір жолдан бәріміз тұрамыз. Жүргізушілерді көрдіңіз ба? Қайда кететін? Біз ешкім жолда тұрған жоқ, бірақ қайда кетіп жатқан көріп тұрсыз ба мыналардан? Мынау кімге қатысты? Асфальт. Жолға қатысты. Жолға қатысты. Жол бөліміне, яғни сізге тікелей қатысты ма? Таптыға бір нәрсе. Нан тереңдігі енді жаңағы мемлекеттің нормативі бойынша, стандарты бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілу керек па? Наған әлде осылай жата берсе ешкімге ешқандай зиян тимей ма? Жүргізілу керек қой, енді машиналар айналып қашып отыр ғой. Мынаның несі тереңдігі бір 5 сантиметр шықпайды ғой, сонда да енді машиналар айналып қашып отыр. Жөндеу керек. Ұзындығы 15 сантиметрден ұзын, демек бұл жерге жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, Мына жерде қазір қасымызда депутаттар осы үйін көрсетпей қойын, осы айналада тұрасыз, мойындайсыз, Осы бойынша сіз жол бөлімінің маманына, басшысына хабарласып едіңіз.
енді бұл кісілердікі айтатынымыз постоянно планомерный графикке айтып қойғанбыз сосын ауызша. Қашан көрсетіп едіңіз бұл жерді? Жоқ, бұл жерде әкеліп осы жерде нақты мынау деп көрсеткенім жоқ, бірақ осы жердегі ямочный ремонттар қай уақытта басылады деп оны сұрағанбыз. Жай ғана тапсырма берілген жоқ. Өкінішке орай халықтың қалаулысы деген халықтың талабын жеткізуші үкіметке, биліктегілерге, жергілікті атқарушы органның қызметкерісіз ғой. Жеткізу керек. Жай ғана сұрап қоя салу емес. Сұрап қоя салу деген ол қарапайым адам, болса болады, болмаса болмайды дейтін адамның әңгімесі. Ал нақты іспен дәлелдейтін адам өз жерге басына келіп тұрып, мына жерді жасайсың. Әйтпесе мен саған дұрыс баға бермеймін, жұмысынан босатуға септігін тигізем деу керек. Осындай талапты болу керек. Өз құқығымызды ешкімге таптатқызбау керек. Біз әркім өзінің міндетін атқарып, тікелей өзінің жолымен жүру керек, артық кетпей. Байланыста боламыз. Жамбыл, рахматулла.